Annyeonghaseyo 여러분, әселімеда. Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей әсел және кемші ТВ. Тақырыпты көріп тұрғандарыңыздай, бүгін ерекше видео болады, яғни корей тілінен сәл алшақтап, танымал Шымкент қаласындағы сандық мейрамханасына обзор жасайтын боламыз. Және Шымкент қаласындағы Қазақ Репаблик және Марвин дүкендері жайында да болады. Қазақы нақыштағы ұлттық сандық мейрамханасының адресі Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы 170/1. Жақында Түркістан қаласында да ашылған екен. Мейрамханаға келу үшін міндетті түрде алдын ала хабарласып, бронь жасап қою керек. Көріп тұрғандарыңыздай, біз екінші қабатқа көтеріліп кеттік, бірақ алдын ала меню бойынша тапсырыс беріп қойдық. Сандық мейрамханасы 2020 жылы 6 наурызда официалды түрде ашылған. Ашылғанына небәрі 1 жылдан асса да керемет танымал мейрамхана. Күн сайын адам саны өте көп, тіпті басқа қалалардан да арнайы келеді екен. Не үшін? Себебі онда қазақи ескі тағамдар, қазақи музыка, сыпайы официанттар әр тағамды түсіндіріп отырады. Кіре сала бізді керемет қарсы алды, орнымызды белгілеп, сыртқы киімімізді алып іліп қойды. Ішкі интерьері мейрамхана емес, қонақ үй сияқты әдемі безендірілген, барлығы қазақы нақышта. Көріп тұрғандарыңыздай бәрі таза, жарық және әдемі. Сол үшін жақындарыңыздың туған күндерін, бизнес кездесулер және жай ғана дәмді тамақтанып қайтуға болады. Мұнда мен артық фонда өзім айтып тұр екенмін. Қабырғадағы қазақша күйлерді домбырамен орындасаңыздар, сізге 50% жеңілдік беріледі. Егер сіздер ортақ залда отырғыларыңыз келмесе, екінші қабатта жердегі үстелде отыратын жеке бөлмелер бар. Міндетті түрде намаз оқуға жеке намазхана бөлмелері де бар. Екінші қабатта осындай әдемі көрініс, және екінші қабат көбіне жастықтармен безендірілген. Өкінішке орай, бұл мейрамхананың YouTube каналы жоқ екен, бірақ міндетті түрде описанияға осы мейрамхананың Instagram парақшасын қалдырып кетемін. Енді жай ғана тамашалап шығыңыздар. Егер де бір жер танымал болып жатса, мен ажиотаж болған кезде барғым келмейді, бәрі басылған соң ғана барсам деп ойлаймын. Осы сандық мейрамханасында солай ойлаған, бірақ қарап тұрсам, адам саны өте көп екен. Байқаған болсаңыздар, официанттары да біркелкі киінген, қыздарында орамал, ұзын көйлек, тіпті аяқ киімдері де бір түсте. Ұлдардың да киімдері өте әдемі. Біз қазір бірінші қабатта, яғни ортақ залдамыз. Біз екінші қабатта айналып келсек, тамақ дайын екен. Тапсырысымыз 15-20 минутта дайын болады деген, енді не тапсырыс бергенімізді көрсетіп айтып шығайын. Артқы фонда да жағаласып айтып жатыр екенмін, сонда да айтып өтейін. Сет табаннан, ішінде табаннан, ыстық бауырсақтар, жанына бал мен қолдың сары майы берілген. Негізгі тағамға бал қуырдақ тамағын бердік. Оның ішінде жылқының жеңсікті еті мен жас картоп. Міне мұнда даяшы әр тағамның тарихын айтып отыр. Тек бұл жерде емес, барлық тағамда әр официант әр тамақтың шығуын және тарихын, қалай қолданып, қалай жеу керектігін айтып отырады. Келесі сұйық тағамнан намат сорпасын бердік. Ішінде кептірілген жылқы еті мен сүзбеден дайындалған. Қарап тұрсақ, көбіне нарын сорпасына ұқсап кетеді екен. Келесі жайлау салатына тапсырыс бердік. Піскен асқабақ, ірімшік және басқа да пайдалы өсімдіктерден жасалған. Және апельсин дамы бар шайға тапсырыс бердік. Иісі керемет, дәмді екен. Мейрамханаға көптеген танымал адамдар келген деп едім. Мысалы, блогер, вайнер, әнші, актер және тағы басқалары. Біз барған күні мейрамханада отандық әнші Ғаділбек Жанай мен видеограф және режиссер Қыран Талапбекті көрдік. Қасындағы жолдастары суретке бірге түссеңізші деп еді, мен жай ғана видео деп сіздерге арнайы түсірдім. Айтпақшы ұмытып кете жаздадым, ортақ счет 2 адамға 6000 теңгеден түсті. Менің ойымша, осындай қазақы нақыштағы мейрамханаға сай баға. Осындай қазақылықты дәріптейтін мейрамханалар мен басқа да дүниелер көп болғанын қалаймын.
Сол себепті егер де Шымкент қаласында болсаңыздар, міндетті түрде осы мейрамханаға кіріп шығыңыздар. Мейрамханада қазақтың ұлттық киімдерін киіп түсу локациясы бар, яғни ер адамдар ерлердің киімдерін, ал қыздар қазақша шапан мен көйлектерді киіп түсуге болады. Енді осы мейрамханадағы естелікке суреткен әдемі суреттерді көріп тамашалап шығыңыздар. Енді мейрамханадан шығып, құрбым екеуміз жаяу серуендеп қайтуды жөн көрдік. Егер осында келіп жатсаңыздар, мейрамхананың сыртынан көрсетіп өтейін, яғни Сандық мейрамханасы Тәуке хан даңғылының бойында орналасқан Истикбал жиһаздар салонының жанындағы ақшыл сары түстегі мейрамхана. Шымкент қаласында ашылғанына небәрі 2 апта болған танымал отандық бренд Қазақ Репаблик дүкеніне де кіріп шықтық. Көріп шығыңыздар, іші керемет. Жол-жөнекей өзімнің жеке жұмыстарыммен мега сауда орталығына кіріп шықтым. Бірге тамашалап көрейік. Сүйікті дүкендерімнің бірі Марвин дүкеніне де кіріп шықтым. Бірге аралап көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай тек мұнда емес, басқа да супермаркеттерде осындай жаңа жылдық шырша ойыншықтары көп өлеулі тұр. Мен Марвин дүкенінің осы кітаптар отделін өте қатты жақсы көремін. Ал сіз кітап оқығанды жақсы көресіз бе? Мен өзім классика мен психология, асхана және тілдер тақырыбындағы кітаптарды оқығанды өте қатты жақсы көремін. Бірақ қарап тұрсаңыздар, өкінішке орай осы тілдер қатарындағы кітаптардың бірнешеуі шашылып жатыр екен. Жұмыстарымды аяқтап, керекті заттар мен сүйікті фисташковый балмұздағымды алдым. Ал сіз қандай балмұздақ жегенді ұнатасыз? Комментарийға жазып өтсеңіз болады. Бүгінгі күн осылайша керемет өтті. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, аньон.